Армысыздар қадірмен жанкөйлер, эфирде Extreme Sport бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздан көретіндеріңіз Simple Session 2016 бәйгесі өз жеңімпаздарын анықтады. Жалғыз аяқты скейтбордшының керемет трюктері. Сондай-ақ банджи джампинг атты экстремалды спорттың кезекті қауіпті түрімен танысатын боламыз. Осы және өзге де жаңалықтар толығырақ білгілеріңіз келсе, экраннан алшақтамаңыздар. Бар қызық сіздерді алда күтіп тұр. Ferrari автокөлігінің шабандозы Себастьян Феттель жақын күндері өз жалауын желбірететін Испания Гран-приінде топ жаруды көздеп отыр. Оның айтуынша бұл бәйге олардың қай орынға лайық екендігін көрсететін бірден бір себеп болмақ. 4 дүркін әлем чемпионы бұл маусымда соңына дейін күресіп бақты. 4 бәйгенің екеуін аяғына дейін жеткізбесе де чемпионатта бірнеше ұпаймен алда келе жатқандардың қатарында. Ferrari қысқы маусымаралық үзіліс уақытында Барселонада тест сынақтарын сүрінбей өтіп, жаңа маусымға дайын екендіктерін көрсетті. Сол себепті жексенбідегі жарыста үлкен жетістікке жетуді көздеп отыр. Барселона трассасы көліктің қаншалық әсерлі екендігін нақты бағамдауға өте ыңғайлы. Тест сынақтары өтетін жерде жиі жұмыс істейміз. Сондықтан бірнеше жылда құрылымында біліп алдық. Ережеге сай бұл кезеңде қуаттың қаншалықты шыдайтындығын да белгілі болмақ. Сол себепті барлық нәрсені оңтайлы істеген шарт. Өйткені бұрылыстар мен ерекшеліктер шабандоз бен командаға жақсы таныс. Үлкен нәтижелерге қол жеткізу үшін кішігірім нәрсеге де ұқыпты қараған жөн. Барселонада резина мәселесі үлкен рөл атқарады. Үлкен салмақ түскендіктен аз ғана қашықтыққа шыдайды. Сондықтан ең маңызды стратегия. Ол жерде жылдам және бәсеңдеу бұрылыстар бар. Тез арада бағытты да өзгерту қажет. Көлік пен резина жарыс барысында әсерлі жұмыс істеу керек. Әйгілі таушаңғышы Линдси Вонн өзін басқа бағытта сынап көруді қолға алды. Бұл жолы америкалық спортшы экстремалмен айналысуды жөн деп санағандай, желкенді қайық спортында бағын сынады. Қауіпсіздік костюмы табылмаған жағдайда да Линдсидің бұл әрекетіне тоқтату мүмкін емес еді. Танымал таушаңғышын желкенді қайық спортына деген қызығушылығы қанында бар секілді. Вонн өзен қаласы атанып кеткен Миннеаполиске жақын маңайда дүниеге келген екен. Бұл жерде 24 ірі су қоймалары орналасқандығын айта кеткен жөн. Линдси Воннға алғашында мамандар жай ғана отырып тамашалау ғана кеңес берген. Алайда бұлай етуге шыдамы таусылған ол мамандардан өзіне қызмет беруін өтінді. Табандылық танытқан оған гриндердің міндеті берілді. Бұл қызмет желкенді қайық жүргізуді тәжірибені талап етпейді. Бастысы қос қапталдағы борттың бағытын өзгертіп отыру. Осылайша спортшы толқын үстінде сағатына 70 км болатын жылдамдықпен аса қауіпті жаттығуға кірісті. Он қайтпас қайсар мінезімен ерекшеленетін спортшы. Оның осы қасиеті өмірінде кездескен барлық келеңсіз жағдайларды жеңе білуге көп көмегін тигізді. Кезінде жарыс барысында ауыр жарақат алған ол спорттық мәнсабын аяқтауға да сәл-ақ қалған еді. Дәрігерлер спортшының тізесін қалыпқа келтіру үшін біраз қиындыққа ұшырады. Қатарына бірнеше мәрте жасалған ота, бірнеше айларға созылған ем қабылдау. Осының бәрі Вонн үшін ауыр кезеңдер еді. Артынша таушаңғысына қайта оралды. Шайтан арбалы мотокросс немесе BMX қазіргі таңда экстремалды спорттың ең танымал түрлерінің бірі. Мұнда велосипедтің BMX атты түрі қолданысқа енетіндіктен осылай аталған. Шайтан арба жарысының бұл бағыты өткен ғасырдың 60 жылдарында дүниеге келген. Нақтырақ айтсақ, дәл осы кезеңде Америкада мотокросс бәйгесінің қарқынды дамыған кезі болатын. Яғни мотокросс бұл спорт түрінің бастау алуына өзіндік шабыт берді. Мотоспортта бақ сынауға қызығушылығы болғанмен мүмкіндіктері болмаған балалар мен жасөспірімдер үшін велосипед таптырмас құралға айналды. Сол сәтте көше аулаларында BMX үшін мотокросс секілді арнайы трассалар жасалып, аталған спорттың қарқын алуына себепкер атанды. Осыдан соң жаңа атау алып, құрылым процесі өз мәресіне жетті. Жыл сайын аталған спорт түрінен ірі-ірі халықаралық жарыстар мен шағын бәйгелер ұйымдастырылып тұрады. Жақында ғана Simple Session 2016 әлемдік додасы қайтадан Эстониядағы Saku Arena жабық кешенінде жалғасын тапты. Әлемнің түкпір-түкпірінен келген көше шабандоздары мен экшн сүйер жанкөйлер бір жерге жиналып BMX бәйгесін қыздыра түсті.
Саку-аренадағы кезекті экстремал сайыс скейтбордшылар арасында өтті. Скейтерлер жиналған қауым алдында сан түрлі трюктер көрсетіп, керемет әсер сыйлады. Simple Session бәйгесі осымен 16-шы рет ұйымдастырылып отыр. Сол себепті бірнеше жылдың ішінде аталған жарыс BMX және скейтбордпен шұғылданатындар үшін жыл сайын асыға күтетін шаралардың біріне айналды. Осы жылы әлемнің 30 еліне келген 140 кәсіби шеберлер қатысып бақ сынасты. Нәтижесінде скейтбордшылардың арасында франциялық Арелен Жиро үздік болып танылды. Ұлыбританиялық Кичат Джонсон екінші сатыға жайғасса, үздік үштікті тағы бір француз спортшысы Робин Болен тамамдады. Мектеп кезінде география сабақ кейде іш пыстырып та жіберетіндігі естеріңізде ме? Тек оқулық арқылы ғана әлемді білетін мұғалімнің айтқандарын ғаламторсыз елестетуде қиындық тудыратын. Ал қазіргі уақытта интернет пайдаланушы қаншалықты жалқау болса да өзі тұратын ғаламшар туралы біраз ақпаратқа қанық екендігі анық. Сол себепті география ұғымының ауқымын кеңейту үшін оған экшн секілді жаңа дүниелерді қосқан абзал. Осында экшн география бағытының дамуына үлесін қосып жүрген жобаның бірі Snowmads, яғни адам аяғы баспаған қар үстінде саяхат құратын жаңа бір оқиғаларды іздейтін шаңғышылар фургоны. Нақтырақ айтсақ, Snowmads Фабиан Ленш бастаған фрирайдерлер тобыры ағымдағы жылдың қаңтар айында Аустриядан оңтүстік шығысқа қарай бағыт алған болатын. Осы сапар барысында құпиясы мол Балкан аймақтары, Түркия, Иран, Әзербайжан, Ресей секілді елдердің табиғатына қанық болды. Енді кезек Грузия жеріне де келді. Фабиан Ленштің неліктен аталған елдерді көздегені белгісіз. Өйткені фрирайдерлер мен таушаңғышылар үшін осы жақтың табиғаты асан ыңғайлы емес. Өзінің қалыптасқан мәдениеті мен ерекшеліктері бар, бұл аймақтардың құпиясын үңілсең ғана ұғасың. Экспедиция жетекшісі Фабиан Ленш жылжымалы үй құрастыруды өмір бойы армандап келгенін мойындады, ал Snowmads жобасы арманын шындыққа айналдырды. Экстремал спортпен шұғылданатын мүмкіндігі шектеулі жандар бұл өмірде аз емес. Қайсар мінездің арқасында өздерінің сүйіктісімен айналысуға қандай кедергі болса да жеңіп шығатын жандарды құрметтеу шарт. Өткен аптада мүгедектер арбасына сан түрлі трюктер жасайтын Аарон Фоторингем жайлы айтқан болатынбыз. Ал бұл жолы бір аяғы протезде болса да скейтбордпен шұғылданатын Клемент Зенниниге кез келді. Скейтборд тебу оңай шара емес, ол белгілі. Физикалық және моралдық тұрғыда біршама күш жұмсауға тура келеді. Ал егер скейтердің жалғыз ғана аяғы болса, ауыртпашылықтың екі есе ата түсетіндігі анық. Клемент Зеннини күні бойы барлық күш қуатын дәл осы спорт түріне жұмсайды. Бір аяғы жоқ демесеңіз, скейтерлерге тән барлық қасиет бойынан табылады. Күн сайын ол аяғының ауырғаннан амалсыздан төзеді. Өйткені аталған спортқа деген шынайы махаббат бір ғана нәрсені білдіреді. Еш нәрсе оны бұл ісінен бас тартуға мәжбүрлей алмайды. Клемент тағдырына жазылған ауыр сынаққа қарамастан еш сынбады. Батылдық, көздеген мақсат жолындағы табандылық және рухтың беріктігі жас жігіттің әрбір қимылынан ақ байқалады. Клемент Зеннини 23 жаста, Францияның Виттел қаласында тұрады. Бала кезінде өте белсенді болған ол скейтбордты жанына серік етті. Алғашында денсаулық жағдайына қарап, ол мүмкін бе деген сұрақ туындары анық. Бірақ оған бас қатырмастан іске дереу көшкен Клемент тағдыр ағымына қарсы жүзді. Әрине, бірнеше қиындау трюктарды орындау ол үшін мүмкін емес екендігін өзі мойындайды. Бірақ өзінің ерекше қасиеттерін де ұмытпайды. Жас жігіттің айтуынша, ол өзінің мүмкіндігі шектеулі жан екендігіне мақтанғандығы емес, бірақ басқалардан ерекшеліктің де бар болғандығы дұрыс дейді. Америкалық кәсіпқой серфер Гаррет Макнамара өз ісінің хас шебері. Массачусетс штатындағы Питтсфилд қаласында дүниеге келген. 1978 жылы Гавайға қоныс аударады. Осы жақта су бетіне саяхат жасауға деген махаббаты оянады. 11 жасынан бастап серфингпен айналысып шеберліктің шыңдалуына жол ашады. Туған ағасының бұл спортпен шұғылдануы оған шабыт берген секілді. Алғашында Макнамара жергілікті жағажайларда өнер көрсетіп жүрген. Артынша тәжірибе жинақтай бастаған жас жігіт Гавайда өтіп жүрген Triple Crown Series секілді ірі турнирлерде бақ сынай бастады. Осыдан соң талант жігітті бәрі байқап, тіпті Макнамараның жеке демеушілері де пайда болды.
2013 жылдың 29 қаңтарында Гарет өз рекордын қайта жаңартты. Португалияның Назари жағалауында биіктігі 30 метр болатын толқынды бағындырып жаңа әлемдік рекордты орнатты. Аталған көрсеткіш әзірше Гиннес рекордтар кітабына енгізілмеді. Макнамара осыдан соң Назари жағалауына қайта оралуды көздеп отыр. Әлемдегі ең ұзақ веложарысты білесіз бе? Оның атауы Red Bull Trans-Siberian Extreme. Атақты веложарыс 5 шілде күні Ресей астанасы Мәскеуде өтеді. Оның бағдары әлемге әйгілі Тур де Франстың жолынан 3 есе ұзақ. Қатысушылар Транссибир магистралінің бойымен 9300 шақырым жол жүріп өтеді. Магистральдің салынғанына биыл 100 жыл толып отыр. Веложарыстың бағдары 14 кезеңнен тұрады. Әрқайсының ұзақтығы 300 шақырымнан 1400 шақырымға дейін. Ал мәре сызығы Владивосток қаласында орналасқан. Велошабандозлар 7 сағаттық белдеуден 5 климаттық аймақтан және Ресейдің 4 өзенін кезіп өтеді. Байқал жағалауымен сонымен қатар Қазақстан, Монғолия және Қытай шекараларының бойымен жүріп өтеді. Биіктіктің жиынтық құлауы 79 шақырымды құрайды және ең күрделісі жоғарыда аталған бағдардың барлығын бар болған 3 аптада аяқтау керек. Тұңғыш Red Bull Trans-Siberian Extreme ультрамарафоны 2015 жылы өтті. Веложарысқа Австрия, Бельгия, Ұлыбритания, Италия, Германия және Ресей шабандоздары қатысты. Жалпы есепте Кристоф Аллегард үздік шықты. Оның нәтижесі 318 сағат 57 минут, ал орташа жылдамдығы сағатына 28,16 шақырымды құрады. Командалық есепте Ресей құрамасы жеңімпаз атанды. Олимпиада чемпионы Михаил Игнатьев және скретч дисциплинасы бойынша әлем чемпионы Иван Ковалев жас жолын 282 сағат 16 минутта жүріп өтті. Ресейліктердің орташа жылдамдығы сағатына 32,16 болды. Биыл жарыстың алғашқы бөлігі ең оңай болмақ. Оралға дейінгі жол 3 кезеңге бөлінген. Былтыр бұл бағытта тек 2 кезең болған еді. Осыдан кейін қатысушыларды экстремалды серия күтіп тұр. Оның қашықтығы 700 шақырымды құрамақ. Содан соң Амур маңындағы 1400 шақырым айналмалы жол. Веложарысқа тек іріктеуден өткен спортшылар ғана қатыстырылады. Олардың саны бар болғаны 20 спортшы. Оған қоса әр команданың өз дәрігерлері мен веломеханиктері жарыс жолы бойы қатысушылардың қасында жүріп өтеді. Енді кезекте әлемдегі ең сыйлы танымал фрирайд сноубордистердің бірі Хавьер Дель Риудің керемет саяхатына назар аударыңыз. Өзінің отбасымен бірге әлемді шарлап фрирайд жасау үшін ыңғайлы мекендерді қарастыру Хавьердің басты қызығушылығы. Қасына түсірілім тобын ерткен Дель Риу қар үстінде батыл қимылдап экстремалды спорттың қызықтарын өз жанкүйерлерімен бөлісуді жөн деп санады. Францияның Вал Торанс атты қарлы аймағында тау үстінде сноубордтан ләззат алуда. Экстремал спорттағы ең әсерлі, яғни адреналин сыйлайтын банджи джампинг туралы не білеміз? Әлемдегі ең қауіпті спорттың бірі болып табылады. Яғни біршама биіктіктен жерге қарай созылмалы арқан арқылы құлдилау. Банджи сөзі ағылшын тілінен аударғанда толық деген мағынаға саяды. Бірақ бұл сөздің аталған спорт түріне қаншалықты қатысы бар екендігін айту қиындау. Әлемде осы іспен шұғылданатындар өзіне батылдық сыйлайды, өйткені басын тәуекелге тігу әрбірінің қолынан келе бермейді. Банджи джампингтің әсерлі сәттеріне куә болыңыздар.
Ралли Аргентина жарысында Хейден Паддон көш тізгінін өз қолына алды. Сенбі күнгі Яри-Матта Латваланың авариясынан соң бірінші орынды ешкімге ұстатар емес. Осыдан соң өткен маусымның жеңімпазы Себастьян Ажені 29,8 секунд басымдықпен артта қалды. Артынша біршама қиындықтарға ұшыраған Паддон арада көрсеткіші 7,4 секундқа қысқартып алды. Арнайы бөлімнің соңына қарай француз шабандоз 19,8 секунд алда келе жатты. Қосымша кезеңде де Паддон нәтижелі өнер көрсетіп бірінші орын сақтап қана қоймады. Сонымен қатар Ажені 11,7 секунд басып озды. Қадірмен жанкүйерлер, экстрим спорттың кезекті саны осымен өз мәресіне жетті. Келесі аптада қайтадан жүздесетін боламыз. Аман сау болыңыздар.